Құран Кәрімде негізі Алла Тағала адам баласының барлығын біз құрметті қылдық деп айтқан сөзі бар. Ешқайсысын алалағандығы жөнінде айтылмаған. Тек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистеріне келгенде расында да адам баласы бақытты бақытсыз қылып тағдырында жазылады деген мән бар. Бірақ бұл деген сөз адам сол о бастан-ақ ол бақытсыз екендігі жазылып қойылған болса, ол әрекет қылмасын, немесе бақытты екендігі жазылғанда әрекет қылмасын деген сөз емес. Ол адамның түбі баратын, қайда бұрылып бара жатқандығын Алланың сол туралы біліп қойғандығы туралы айтылған. Яғни адам жақсылыққа қадам басып, өзі жақсылыққа жетсе, соны бақытты болады деп Алла біліп қойып жазылған. Және керісінше, егер бір адам жамандыққа қадам қойып, сол аяқ жағы бақытсыз болып бітетін болса, о кісі өмірін, бұл адам бақытсыз болады деп тағдырына жазып қойылғандығы. Яғни тағдыр деген сөз бұл болуы міндет деген бұйрық емес, тағдыр деген сөз Алланың білімі, сол нәрсе болатындығы жайындағы алдын ала хабар ғана. Адам баласы сол үшін қандай да бір жетістікке жетсе, өзінің жетістігі, жамандыққа жетсе, өзінің жамандығы, тек Алла оған себепші болады. Яғни жақсылыққа жетіп атса қолдайды, жамандыққа жетіп атса өзі таңдауын береді. Сол үшін бақытты бақытсыздығын Алладан көру дұрыс емес. Адамның барлығы бірдей жаратылған, аппақ ақ парақпенен дүниеге келеді, және оны жақсы қылу, жаман қылу адамның өзінің қолында берген ісі ғана. Тек Алла Тағала адамды кейбір, естеріңізде болса, мен бір уағыздарымда айтқам, кейбір нәрселерге ғана араластыртпайды. Мысалы, ажал. Адамның белгіленген уақыты бар. Сол уақытта таусылғанда адам ол жерге араласа алмайды. Дәл сол сияқты қашан, қай жерде туылатындығы, еркек әйел болып туылатындығы, сол бірнеше нүктелерге адам араласпайды. Қалған жағдайдың көпшілігінде адам өзінің өмірін, өзінің таңдауын өзі жасайды.